Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалпы дене шынықтыру дайындығы туралы жалпы түсінік. Қашықтықтан оқытушы, қосымша білім беру педагогы Бақыт Серғазыұлы. Сабағымыздың мақсаты жалпы дене шынықтыру дайындығы туралы түсінік қалыптастыру. Сабағымыздың барысы дене шынықтыру дегеніміз не? Дене қыздыру жаттығулары қандай? Буын жаттығуларының маңызы, буын жаттығуларының түрлері. Міне оқушылар, бүгінгі сабағымыздың барысы осылай болмақ. Дене шынықтыру тәрбиесі дегеніміз адам денсаулығын сақтау мен нығайту және дененің дұрыс дамып қалыптасуына жеткізу. Дене қыздыру жаттығуларының пайдасы. Бұлшықет пен сіңірдің икемділігін жақсартады және жарақаттар мен созылу қаупін төмендетеді. Жаттығудан бұрын бұлшықет пен сіңірді қыздыру жаттығу кезінде ауыр жүктеме алатын буындарды созуға көмектеседі. Егер біз дайындық жаттығуларын жасамасақ, біздің буындарымыз жарақат алу қаупі бар. Қыздырылған бұлшықеттер жаттығу кезінде жақсы сығылады және жиырылады. Яғни жаттығуларды орындау кезінде біздің күш мүмкіндіктеріміз жоғары болады. Қыздырыну жаттығулары жүрек қан-тамыр жүйесінің жұмысын оңтайландырады. Бұл жаттығу кезінде жүрекке шамадан тыс салмақ түсуін азайтуға көмектеседі. Жаттығу алдында қыздырыну қан айналымын жақсартады. Бұл бұлшықеттің оттегімен және қоректік заттарды сіңіруіне көмектеседі. Бұл ауыр жаттығулар жасау кезінде төзімділікті арттыруға көмектеседі. Жаттығудың алдында денені қыздыру біздің денеміздің энергияны өндіруге жауапты гормондар өндірісін арттырады. Жаттығу бұл ағзаға арналған ерекше стресс. Сондықтан сапалы жаттығу бізді ментальдық тұрғыдан жүктемелерге дайындайды. Зейін күшін арттырып, үйлестіру мен назар аударуды жақсартады. Жеңіл жаттығу кезінде жаттығу алдында қанға адреналиннің шығуы орын алады. Соның арқасында біздің ағзамыз дене жүктемелерін жақсы жеңе алады. Буын жаттығуларының маңызы немесе буын гимнастикасы. Буын гимнастикасы жаттығу алдында жаттығудың қажетті бөлігі болып табылады. Буындық гимнастиканы әдетте мойыннан бастап жоғарыдан төмен қарай орындайды. Бірақ жаттығу тәртібі принципті рөл атқарады. Айналмалы жаттығуларды сағат және сағат тіліне қарсы орындауды ұмытпауымыз керек. Басты айландыру. Жаттығуды мойыннан бастаймыз. Кенет қозғалыстар жасамауға тырысып, басымызды оңға, солға, алға бұрамыз. Басымызды артқа лақтырмаймыз. Иықты айналдыру. Қолды дененің бойымен түсіреміз және айналмалы қозғалыстарды шеңбермен бастаймыз. Иық буындарын жақсы созуға тырыса отырып, жылдамдықты аздап ұлғайтамыз. Әр бағытқа 5 рет қайталап жасаймыз. Яғни сағат тіліне немесе сағат тіліне қарсы 5 рет қайталап жасау керек. Шынтақтарды айналдыру. Жаттығу алдында шынтақ буындарымызды бүгеміз. Олар жоғарғы дене жаттығулары кезінде қатты жүктеме алады. Мұны істеу үшін қолдарымызды еденге параллель көтеріп, білектерімізді айналдырамыз. Әр бағытқа 5 реттен қайталаймыз. Қолды айналдыру. Қолдарымызды бастарымыздан жоғары көтеріп, иық буындарын жақсы созып, оларды айландыра бастаймыз. Қолдарымызды кең және амплитудалық түрде жылжытамыз. Айналу баяу болмау керек. Әр бағытқа 5 рет қайталаймыз. Білекті айналдыру. Егер біз қолымызды жаттықтыратын болсақ, немесе планкалар және сығу, яғни штанга көтеруді орындайтын болсақ, бұл үлкен жүктеме және бұл білекке көп күш салады. Сондықтан біз бұндай жаттығуларды жасамас бұрын алдымен дене қыздыру жаттығуларын жасаймыз. Яғни білек буындарын жаттығудан бұрын жақсылап жаттықтырамыз. Ол үшін қолымызды шынтаққа бүгіп, білектерімізбен шеңбер бойымен айналдырамыз. Әр бағытқа 5 рет қайталауды ұмытпаймыз. Белді айналдыру. Қолдарымызды белімізге қойып, аяқтарымызды иығымыздың деңгейіне созамыз. Табанымызды еденнен көтермей, белімізді жайлап, оңға қозғауды бастаймыз. Және керісінше әр бағытқа 5 рет
қайталау қажет. Аяқты айналдыру. Қолдар белде қалады. Аяқтарымыз бір-біріне жақын қоямыз. Бір аяқты еденнен көтереміз, екінші аяғымызбен шеңбер сызамыз. Денеміз бір қалыпты жағдайда болуы керек. Әр бағытқа 5 рет қайталаймыз. Тізені айналдыру. Денемізді еңкейтіп, тізелерімізді сәл бүгіп, алақанымызды оларға қоямыз. Тізелерімізді айналдыра бастаймыз. Өкшелер еденнен шықпайды. Бұл жаттығу кезінде ауыр жүктеме алатын тізе буындарын жылытуға арналған керемет жаттығу. Әр бағытқа 5 рет жасау керек. Тобықты айналдыру. Тура тұрып, қолымызды белімізге қоямыз. Тізені жоғары көтереміз. Аяқтың айналуын бастаймыз. Сирақ буыны жақсы айналдырып, сирақ пен жамбасты қозғалыссыз сақтай отырып, тек табанды айналдыруға тырысамыз. Әр бағытқа 5 рет сағат тіліне, яғни сағат тіліне қарама-қарсы айналдыруды бастаймыз. Құрметті оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, біз дене шынықтыру тәрбиесінің мағынасы мен мақсатын айқындай алдық. Жаттығудан бұрын бұлшықет пен сіңірді қыздыру керектігін, егер біз дайындық жаттығуларын жасамасақ, біздің буындарымыз жарақат алу қаупі барын білдік. Сондай-ақ спортпен айналысу өмір жасымызды ұзартып, түрлі ауруларға қарсы тұратын иммунитетімізді көтереді.